Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге әдеттегідей мен дәрігер Маратбековна. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз ол қынаптың құрғауы жайлы айтамыз. Көбіне бұл жасы үлкен әйелдерде. Алдыңғы видеоны қарайтын болсаңыз, астында видеода ссылка тұр. Климакс кезеңде, яғни менопаузальды кезеңде әйелдерде қынаптың құрғау проблемалары басталады. Неге? Жалпы оның бірнеше себептері бар. Әрине ең бірінші ол именно осы климакс кезеңінде басталатындықтан түсініп отқан боларсыздар, ол бірінші гормонға байланысты. Яғни әйел адамның ағзасында эстроген гормоны төмендейтін болса, онда жыныс мүшелерінде құрғау процесі басталады. Неге? Себебі мына эстроген деген гормон ол қынаптың шырыштық қабатын ылғалдандырып тұрады, и именно эстроген гормоны жетпеген кезде ылғалданған шырыштық қабат біртіндеп азая бастайды. Сондықтан да әйел осыны сезінеді, оның либидосы төмендейді, ода осыны қалай ылғалдандырсам екен деген уже сұрақтар туындай бастайды. Екінші әсер ететін нәрсе ол сіздің күнделікті тамақтану режиміңіз. Тамақтану режиміңіз дұрыс болу керек. Күнде ішетін суыңыз сіздің дене салмағыңызға сәйкес болу керек, 2-3 литрдан. Себебі клеткалардың обмені, олардың ылғалдық алмасуының барлығы сіздің ішетін сұйықтығыңызға да байланысты. Үшінші физическая нагрузка, яғни сіз күнделікті қозғалысыңыз жақсы болу керек. Қозғалыс жақсы болса, клеточный обмен жақсы болады. Және де төртіншісі ол сіздің миыңызға байланысты. Яғни қай кезде ылғалдану көп бөлінеді әйел адамдарда? Әйел адамдарда хочу деген сигнал болған кезде, сол кезде именно вагинальный ылғалдану жоғарылайды, гормондардың бөлінуі артады. Сондықтан да осы төрт нәрсе прям идеальны болу керек. Енді қалай не істеуге болады бұндай жағдайда? Осындай сұраққа келетін болсақ, себебі приемға маған тек қана жас әйелдер по беременности емес, гинекологически осындай сұрақпен де әйелдер келеді. Сондықтан именно соңғы тақырыпта мен климакс жайлы, гормондар жайлы айтқаннан кейін осы тақырыпты да актуальны деп бірден бұл жайлы да айтып кетейін дедім, сіздерге түсінікті болсын. Жалпы бұның орнын толтыру үшін жаңа бірінші себебін мен айттым, ол гормондар, яғни именно эстрогеннің жетіспегенінен болады. Сондықтан да бұндай жағдайда заместительная гормональная терапия деп атаймыз, яғни гормонның орнын басушы терапия жүргізу керек. Бұл деген сөз эстроген таблетка түрінде, капсула түрінде ішке қабылдау болып саналады. Бірақ оны қазір мен мынадай атты препараттың мынанша ішуге болады деп айтпаймын, себебі әрбір әйелге индивидуалды жағдайда тағайындалатын дәрі болып саналады. Өткен видеоны көрген болсаңыздар, эстроген препараттарын ішуге болмайтын жағдайлар бар, противопоказан. Кімдерде мастопатия болса, екіншіден сүт бездерінде қандай да бір киста, кистозная мастопатиялар болатын болса, сонымен қатар миомалар болса, немесе яичниктарда миомалар, кисталар болатын болса, онда оларға эстроген препараттарын қабылдау противопоказан болып саналады. Сонымен қатар егерде бауырда, өт жолдарында застой желчі болатын болса, бауырдың қызметінде қандай да бір ақаулар болатын болса, онда эстроген препараттарын желательно қабылдамаған дұрыс, себебі оның сіңірілуі нашарлайды және органы мишени дейміз, жаңағы миомалар одан әрі өсуі мүмкін, сүт бездеріндегі кисталар одан сайын ұлғаюы мүмкін. Сондықтан да осындай сезімталдыққа байланысты қарама-қарсы көрсетілген адамдарға, яғни әйелдерге оны ішуге болмайды. Ал егерде осындай әйелдер болатын болса, мысалы миомасы бар, бірақ оның асты құрғақ, не істейді? Либо сүт безінде фиброзно-кистозная мастопатиясы бар, олар не істеуге болады? Сонда қандай терапия қолдануға болады дегенге келетін болсақ, местно қолдануға болатын дәрілік препараттар бар, свечалар қолдануға болады. Одан кейін құрамында прогестерон и эстрогені бар свечаларды қолдануға болады. Одан кейін фитоэстрогендерді тоже местно қолдануға болады свеча түрінде. Фитоэстрогендер, олар как эстроген сияқты жүрмейді. Олар табиғаты, құрылымы біздің организмдегі эстрогенге ұқсайды да, и соның орнын толтырушы ретінде қызмет атқарады. И үшінші нәрсе, ол местно қолдануға болатын гельдер. Гельдердің өзін екі топқа бөліп қарастырамыз біз. Водная основа и жирная основадағы. Көбіне водная основа болатын болса, яғни құрамында сулы негіздер жасалынған гельдер болатын болса, оның эффектісі жақсы болады. Бірақ дәл осы жерде айта кеткім келеді, фитоэстрогендердің жергілікті қолданылатын эстрогендер, сонымен қатар осы гельдердің әсері тек уақытша ғана, яғни тек қана сіз қолданып вагинально салып жүрген кезде ғана эффект береді. Ал егерде оны қолданбай қойсаңыз, қайтадан
қынаптың құрғауы болады. Яғни бұл симптомдарды жою үшін көмектесетін препараттар болып саналады. Жалпы кез келген нәрсені әйелдер өздері емдеуге тырыспау керек. Міндетті түрде акушер-гинекологқа осмотрға келу керек, қараймыз, көреміз. Может, ол жерде вагиниттер болуы мүмкін, Именно егде жастағы жас ұлғайған сайын әйелдерде атрофический вагинит дамиды. Атрофический вагинит деген бұл жерде, жаңа мен айттым, мынадай қынаптың шырышты қабаты болады да. Сол шырышты қабат етек кірі келетін әйелдерде өте қалың, прям күшті слизді жақсы бөлетін болып тұрады. Ал етек кір циклі тоқтаған әйелдерде мұндай шырышты қабат жұқара бастайды. Егер де шырышты қабат жұқаратын болса, соответственно, ол жерде микрофлора бұзылысқа ұшырайды. Микрофлора бұзылысқа ұшыраса, ол жердің қорғаныш қабілеті нашарлайды. Сондықтан ол жерлерде әртүрлі воспаление процесіне бейім болып тұрады. Сондықтан осы егерде құрғап жатқан болса, гинекологқа осмотрға келсеңіз, ол жерден қарап, арнайы анализдер тапсырып, онкоцитологияларға тапсырып, сол жерде заключение арқылы және осмотр кезінде қарай отырып, атрофический вагинит бар ма, жоқ па, клеточные изменениялері бар ма, осмотр кезінде трещиналар бар ма, слизистый, вообще шырышты қабаттары қалай, соның бәріне қарай отырып, және сіздердің анализдеріңізді талдап, содан кейін арнайы лечениелер беріледі. Өйткені мына атрофический вагинит кезде қынаптың ішіндегі жаңа мен айтып өткен микрофлора болмағандықтан защитасы аз болады, ол жерде воспаление көбірек болады, и соған сәйкес әйелде дискомфорттар туындауы мүмкін. Осылардың барлығын орындалдыру үшін әрбір әйелге айтатыным, қандай да сізде егерде именно өзіңіздің жұмыс жолдарыңызда сұрақтар болып жатса, сырттан іздемей, міндетті түрде дәрігерге қарап отырыңыз. Негізі 6 айда бір рет, кем дегенде хотя бы жылына бір рет әйел адам гинекологқа қаралып тұрған дұрыс. Осы жердегі айтқым келеді. Негізі именно жасы үлкен кісілер көбіне мән бермейді. Үйдің жұмысы дейді, жұмыста жүрмін дейді, бала шаға дейді. Мысалы, мен алдыма кейбір әйелдер келеді, 25 жылдан бері спираль тұр, 90 жылдар спираль салып берген, сонымен жүрмін деп. Спиральдің әсер ету механизмі бар да, ол 5 жылға жарайды. 5 жылдан кейін матканың ішінде ол тұрмау керек, например. Олар ұзақ жылдар бойы жүреді, например. Сондықтан осындай жағдайларды болдыртпас үшін әрдайым өз денсаулықтарыңызға бережно относитесь, то есть өздеріңізге күшті қараңыздар дегім келеді. Сіздермен бірге болған дәрігер Маратбековна. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақытта жауап беретін боламын. Сау болыңыздар.